Қайырлы күн. Бүгін үшінші кітап «Адам қалай ойлайды» Джеймс Аллен. Бұл кітапты оқу керек, қызықты кітап, бірақ бәріне арналмаған. Егер сіз көптеген жетістіктерге жетіп, өте бақытты да мазмұнды өмір сүрсеңіз, онда бұл кітапты оқымасаңыз болады. Ал егер осындай дәрежеге жеткіңіз келсе, онда міндетті түрде оқып шығыңыз. Бұл кітаптың басты ойы, біз өмірімізге қалаған нәрсені тартпаймыз, ал болмысымызға тән нәрсені тартамыз. Ойыңды қалыпқа келтіріп алсаң, ісің бірден алға басады. Менде дәл сондай жағдай болды. Мен көптеген істерді байқап көрдім, бірақ жолым болмады. Ойың қалыпқа келсе, бірден фокус пайда болып, өмірде не қалайтыныңды түсінесің. Сондықтан миллионерлердің айтқан ойын біз бар ынтамен тыңдаймыз, кітаптарын оқимыз, өйткені олар жай сөз емес, олардың болмысы, және тыңдап сол болмысын біз өз бойымызға сіңіргіміз келеді. Адам нәтижеге жеткен сайын оның болмысы нәтижелі болады, өйткені үлкен жетістіктің артында көптеген нәтиже бар. Негативті өмірге қарайтын, ойлайтын адамды тек қана жамандық қоршайды. Егер де адам қиын жағдайға тап болса, оның ішінде не жиналса, сыртқа сол шығады. Адам өмірінде болған жағдайдың бәріне өзі себепкер. Әрине, қазір мен өте жеңіл айтып шықтым, ал кітапта өте жақсы сипатталған.